Біздің қазақтар жалқау дейді. Жалқау емес. Елімізде коррупция өте жоғары деңгейде. Жұмыстардан жақсы жалақы болмаған соң курьерде 2 жыл жүрдім. Бір аптадан кейін Қазақстан чемпионаттарына шыққан кездеріміз болған. Турция мемлекетінде 6 ай официант бармен жұмысын жасап келдім. Негізі Англияға тегін екенін көзіміз жетті. Келетін датамызға ферма отказ берді. Өзімнің услугама $200 алам деді. Ешкім сіздерді бұл жақта күтіп тұрған жоқ. Бір күнде 8 сағатта 90 мың теңге алған болатынбыз. Құл сияқты қарайтын бастықтар болады. Оның 80% алаяқтар. Жоғары жақтан тыңдап отқан кісілер болса, осыны қолға алсаңыздар. Көп адам шыдай алмай қалады. Нелегал болып жұмыс табуға болады, фермадан көбісі қашып жатады. 700 мың, 800 мыңға біз табыс таптық. 12 қала, 3 мемлекетті аралап өттік. 2000 жылы Ақтөбе облысында туылып өскен баламын. Ауылдан шыққан қазақтың баласымын. Туылып өскен жерінен өзім спортпен шұғылдана бастадым. Жеңіл атлетика Ресей жағына жақын болғаннан бізде жеңіл атлетика жағы дамый бастады. Одан кейін жақсы результаттар көрсетіп, Қазақстан чемпиондықтарына ілігіп, жақсы результат көрсетіп, тіпті Азия мемлекеттеріне чемпионаттарға шыға бастадым. Ол жақта да жақсы ондыққа кіріп, Қазақстанның жүлделерін, орындарын жақсы көрсете бастадым. Бірақ та тағдырдың қайшысы болғанымен травмасыз бұл спортта болмайды екен. Кейін травмалар басталды. Өйтіп жақсы результат көрсетіп, чемпионат мираға шығайын деп жатқан кезде ковид басталып кеткен болатын. Одан кейін спортымыздың арты осындай бітті. Яғни кейінді жақсы айналысып жүрдік, бірақ қанша Қазақстанның спорт деңгейін өздеріңізде білесіздер, қанша талпынып, қанша шығып, қанша жаттығу жасағанмен де ондай бізге артымыздан бір тіреу қоятын ағаларымыз болмады. Сондықтан қазіргі жүрген жеріміз осы Англияға осылай келдім. Қазақ елінің ең орысша айтқанда глобальный сұрағы, глобальный проблемасы бұл біріншіден өзімізді кінәлауымыз керек. Өзімізден бастасақ, ары қарай жақсы болады. Например, отбасымыздан бастасақ, кішкентай кезімізден. Бұл үстіңгі жаққа бармайтын еді. Өздеріңізде білесіздер, елімізде коррупция өте жоғары деңгейде. Өзінің інісін, баласын, тума-туысын сол жолға салғанда артық айтпесем кем емес. Қазақтар сондай жақсы көреді. Ал нағыз спортшыларды шеттектеп, шетке ысырып тастаудан бір мыңның бірі ғана шығар өзінің маңдай терімен берілмей шыға алатын. Ол сынаққа көбісі шыдай алмайды. Қиын. Бұл жағдай негізі өте жоғарыдағылар қарап отырса, осыны бір шешсе деймін. Потому что қаншама қазақтар, қаншама кеше міне футболды көріп жатсыздар, өзіміздің тренерлері ауысты и жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Тіпті Еуро 2024-ке ілінуге сәл қалды, чуть-чуть осталось. Но оларда тоже поддержка міне беріп жатыр, результатта шығып жатыр. Сол секілді біздің қазақтағы спортшыларымызға көптеп уақыт бөлсе, шетелден спортшыларды әкелмесе, өзіміздің Қарадомалақ ауылдан шыққан балаларға уақыт бөлсе, жағдайын жасаса, осы 10 жылдықта қазақтың туы желбірейтін болатын еді. Соған мән бөлсеңіздер. Спортпен айналыстым, одан кейін ат спортымен айналыстым, неше түрлі тренер, бапкерді болып көрдім. Одан кейін ол жұмыстардан жақсы жалақы болмаған соң курьерде 2 жыл жүрдім. Барлық Қазақстанда қандай бір шығатын жерлер бар, қара жұмыстар бар. Тіпті бір күндері болған 18 сағат 8 вагонды 8 жігіт болып шығарған кездеріміз болған. Ертесіне тұрып, тағы да жаттығу жасап, тренировка істеп, бір аптадан кейін Қазақстан чемпионаттарына шыққан кездеріміз болған. Я ол Қазақстан елінің, яғни бір күнделікті жағдайы десек те болады. Осындай күйзелістерден, осындай уақыттардан кейін өзінің ойым болды. Неге мен шетелде көрмеймін, неге бастапқы армандарымды неге бірінші қадамдарымды жасап көрмейін деп, ең бірінші Dream Job компаниясымен Турция мемлекетіне жұмысқа бардым.
Ол жерде тоже 6 ай күттім. 6 айдан кейін біздің заявкамызды қабылдап, кастинг болды. Кастингтен өткеннен кейін Турция мемлекетінде 6 ай официант бармен жұмысын жасап келдім. Ол жерде де жақсы тәжірибелер болды. Түркше үйрендім, официанттың жұмысын үйрендім, тағы да жер көрдім, ел көрдім, өстім. Одан кейін ол жердің жалақысы маған тағы да аз болды да, сол кезде, сол моменттерде тиктоктарда жаңағы осы Англия фирманың жұмысы көп шығып кетті. Қасындағы досбалдарды жинап, осы Англия фирмасына неге келмеске деп, AgriChar компаниясына біз заявка қалдырдық. AgriChar заявкасына тастамас бұрын біз бұл компанияны білген де жоқпыз, ешқандай ақпарат жоқ. Біздің қазекеңдерді білесіздер, қай жерде жақсы ақша төлесең, сол жерде мүмкін тезірек жұмысқа жіберер деген ақпарат біздің миымызда, андай мышлениемізде қалып кеткен. Сондықтан жұмыс істе компаниясына барып, ол жерге бізге түсіндірді, осылай компаниялар келеді, бағасы қанша деп едік, 750 мың теңге деді. 750 мың теңге ол, конечно, оңай ақша емес. Біз үшін ол кезде олар біздерге былай айтқан болатын: барасыздар, миллион жарым табасыздар, жататын жер тегін, тамақ тегін, авиабилет тегін, туда-суда деп көп андай возможностьтарды беріп қойды да, бізге андай уже сосын ақша жетпегендіктен ақша жағын айта бастағаннан кейін бізде бір банкты айтты, сол банкте 24 айға несие алып береміз деді, рассрочка. Сөйтіп, жарайды онда деп қояйық деп жатқан кезде досбал айтты: давай бір күн ойланайық деп. Жарайды дедім да, бір күнге ойланайық. Сонда бір күннің ойланған, қазақта мақал бар ғой, 7 рет өлшеп 1 рет кес деген. Сөйтіп ойланып, талқылап, ертесіне ютубты ашып, жаңағы барлық ақпараттарды қарап көргеннен кейін біз жаңағы сол компаниялардың негізі Англияға тегін екенін көзіміз жетті. Мен сол кісіге жіберем, осылай тегін екен ғой, неге сіздер біздерді алдайсыздар? Ішіне, ладно, виза кіреді, приглашение келеді, ол и то андай не жоқ, точно барасыздар деген ақпарат жоқ. Қай уақытта, қай мезгілде білмейміз деп олар бізге айтқан болатын. Сол кезде де бір қыз біздің алдымызда как раз документін толтырып қойған болатын, ақшасын төлеп, біздің алдымызда қуанып шығып кетті. Мен айттым сол кезде сол қызға айттым: негізі тегін жер бар екен деп едім, мен толтырып қойдым, маған как-то уже разница жоқ, дальше осымен көрем деді. Жарайды деп WhatsApp-ымызды алып бір-бірімізден сөйлесіп отырдық. Одан кейін досбаланың алдыңғы жылы осы AgriChar компаниясымен келген бір таныстары бар екен. Сол таныстарына шығып, ол кісі айтты: мен алдыңғы жылдар өйстіп толтырып беріп едім, сол адамдардың я рахмет жоқ, я келді, толтырды, там как попало қарады, сондықтан мен қазір өзімнің услугама $200 алам деді. И біз келістік, потому что документтер толтыру жағы да чуть-чуть ол жағын дұрыстап, бір цифрадан қате кетсеңіз, уже ақпарат жаңағы қабылданбай қалу мүмкін. Точно қалай документте нөмірде қалай тұр, солай толтыру керек. Жарайды дедік, 90 мың теңгесін 3 бала болып толтырдық. Одан кейін AgriCharға талқыланғаннан кейін 2 ай күттік. 2 айдан кейін бізге почтамызға SMS келді: сіздер өттіңіздер, әлі сіздердің сұраныстарыңыз бар ма? Егер болса, сіздер онлайн собеседованияға заявка қалдырыңыздар деді. 2 досбалам сразу кіріп қабылдаған еді, олар 1 айдан кейін өтетін болды. Мен кешкерек жұмыстарым болды да, кешке қарай уже какой-то бір 8 сағаттан кірсем, уже доступ жоқ, уже 2 айдан кейін онлайн заявка. Яғни менің қателіктерім тағы да болды бұл жерде, тағы да 1 ай жоғалттым. Сонымен заявка тастап, әйтеуір 2 ай күтіп, онлайн собеседованиеден 10 минут болады. Сол 10 минут ол жерде қандай сұрақтар болады? Англияға бару мақсатыңыз не? Сіз бұрын басқа елде болғансыз ба? Физикалық жағдайыңыз қалай? Бұрын спортпен шұғылданғансыз ба? Ондай жұмысқа жаңа шыдай аласыз ба деген сұрақтар. Оңай бір 10 минуттық сұрақтар, сотталмаған қағаз жайлы сұрайды. Соны өткеннен кейін, 5 күннен кейін ол жерде әркімге әрқалай келеді. Примерно бізге 5 күннен кейін тағы да бір почтамызға сообщение келді: офлайн собеседование датасын выбирать етіңіз деп. Офлайн собеседованияны выбирать етіп 1 айдан кейін болды. Ол жерге барғаннан кейін
жаңағы Алматы қаласы немесе Астана қаласында офистары бар Агричардың. Сол офисқа барғаннан кейін бізге тағы да 1 сағат көлемінде түсіндіріп, общий полный қалай жалақы, қалай не апару керек, не қажет, Англияда не істеу керек, барлығын отүйді түсіндіріп, біздің документтерімізді тағы да алды. Ол документтер не үшін? Ол документтерді тағы да жинап, достоверно Англия мемлекетіне жіберілді. Ол Англия мемлекетінен бізге кейін кост номер үшін. Кост номер дегеніміз ол сіздердің шақырту қағаздарыңыз десек те болады. Шақырту қағазы келгеннен кейін сол кост номермен визовый центрге барасыздар. Визовый центрден ары қарай сол 155 мың біздің теңгемен алғанда ақшасын төлеп, сол визовый центрге тапсырасыздар. Ол жерде тағы 1 аптамен 1 ай көлемінде уақыт алады. В общем, барлығы осы процестің барлығын алғанда 8,5 ай өтті. Негізі 6 ай еді, бірақ біздің Агричар компаниясы сол моментте көбісі әртүрлі айтты, білмедім, бірақ қандай жағдай болды, подсудебный расследование түсіп қалды деді, и біздің анкетамыздың барлығы зафиксированы бір моментте тұрып қалды. И в этот момент агропрактика немесе Fruitful Jobs тағы да басқа компанияның заявкалары жанымыздан бұлай өтіп кеткен кезде біз тұрып қалдық. И в этот момент біздің фирмамызға баратын біздің количествомыз сол компаниялар адам санымен толтырып тастаған болатында, и біздің келетін датамызға фирма отказ берді. То есть біз уақытша процесске ауыстырып тастады бізді. Біз күттік. Тағы да фирмалар шақыртылса, соларға барамыз деген секілді. Тағы да визамыз басталып кетті. Одан кейін август айында тағы да ең сіздерге айтайын, выбор жасар кезде 3-ақ секунд уақыт болады. Я немесе жоқ. Бізге сол моментте Алматыдағы ең жақсы компанияға жұмысқа шақырту келген болатын. Сол кезде ол жұмыста қабылданып тұр. Агричарда сол моментте бізге сообщение жазды. Осындай 15 август күні сіздер Англия мемлекетіне барасыздар фирмаға, бірақ әлі белгісіз. Я, жоқ. Сол кезде Алланың қалауымен бірінші Аллаға қойып жолымды, екінші өзіме қойып шешім қабылдадым. Сөйтіп 3 дос баламен осы Англия мемлекетіне келдік. Біз 15 тамыз күні Англия мемлекетіне келгеннен кейін бізде фирманың жаңағы біздің фирма именно кішкентай фирма екен, 15-20 адамдық. Сол фирмаға келгеннен кейін бізде негізі по условиям Англияға келгеннен бастап сіздердің сол фирманың адамдары сізді алып кету керек негізі, тегін. Бірақ бізде автобуста жоқ, таксида жоқ, ештеңе жіберілген жоқ. Сонымен агентствомен хабарласып отырып, бір таксист кісілерді жалдап фирмаға жетіп алдық. Оның құны арзан бағада 30 фунт, қазақша теңгемен алғанда 15-20 мың теңге тағы да кетті. То есть бұл не үшін? Сіздер бұл елге келер кезде қалталарыңызда фунтпен ақша алып келулеріңіз керек. Ешкімге надеяться етпеулеріңіз керек. Ешкім сіздерді бұл жақта күтіп тұрған жоқ. Ешкім қол жайып қарсы алмайды. Біздің Қазақстандағыдай ондай қазекеңдер жоқ бұл жерде. Каждый за себя. Даже қасыңа келген досыңның өзі үшін ары қарай өмірін жалғастыра береді. Бұл жерде бір-бірін күту деген жоқ. Кейін фермаға келдік. Фермада тек бізде 6 болгар, 3 әйел кісі, 3 ер кісі болды. Супервайзер әйел кісі болды. Білмеймін, Алланың қалауымен сол кісілерге рахметімді айтам. Өте жақсы кісілер. Өзімнің бір екінші анам ретінде қарады десем де болады. Ол бір везение шығар енді. Өте көмектесті ол кісі. Балам, мына жаққа кел, там үстіңгі жақтағылар там көрмеген кезде демалып алыңдар, жаңбырдың астында істемей қояйық. В общем, біздің жағдайларымызға қарап отырды. Өте жақсы, керемет кісілер. Ол жерде 2 ай жұмыс істедік. Бізде график жұмысы 5-ке 2 болды. 5 күн жұмыс істеп, 2 күн демалдық. 2 күн демалыста ол ферманың да бір жақсы жері, светке, жаңағы туалет, және де 3 велосипед представить етті бізге. Тегін. Сол велосипедке отырып, жаңағы спортпен айналысқанбыз, и бізге де андай субботта, воскресенье жатпау керек. Күніне
40-50 километр, тіпті кейде 100 километр айдап өткен жерлеріміз болды. Біз Англияны аралап, сол 2 айдың ішінде общий километрді санасам, бір 500-600 километр велосипедпен жүріп өткен екенбіз, досым екеуміз. Сол фермада жасадық. Біздің жұмыс қандай болды? Алма теру, басында өрік теру. Ол өрік бір аптадан кейін біткеннен кейін алма мен грушаның, жаңа алмұрттың тининг басталды. Тининг деген ол жаңа құрттаған шірігендер тазалау. Бір айдай сол тазалаумен өрікпен жүрдік. Кейін алманы жинау процесі басталды. Алма жинау процесі бір нандай дорба болады, жәшіктер болады. Сол жәшікті командаға бөлініп, сол жәшіктерді толтырамыз. Қанша жәшік саны толса, сол санына байланысты сізге жалақы жүреді. Сағатына бізде нормалды 6000 теңге, адам басына шаққанда бір жәшік бір жарты тоннадай болады. Бір группада 4 адамнан болдық. Сол бір адам басына 4 жәшік, яғни 2 тонна алма теруін керексің бір адам басына. Басында бізге, конечно, көз қорқақ қол батыр дегендей бар, тағы да мақалымыз. Сол сияқты бізді теріп бастадық, бірақ басында қорқыныштар болды. Біз тере аламыз ба, тере алмаймыз ба, бізде жалақымыздан ұстап қалама дегендей болды. Бірақ қолымыз үйреніп, осы жұмысқа үйренгеннен кейін, және де бастықтарымыз жақсы болғаннан кейін, всегда настроениемен, удовольствиемен жұмыс по-своему по кайфу болды. Былай айтқанда, сол жұмысты жасап, ары қарай бір күндері болды. До того команда жақсы болып, бізде бір күнде 40 жәшік жинағанымыз болды. Ол адам басына 10-12 жәшік тергендерімізде болды. Ол кезде бір күнде обычно 40-50 мың болса, ол күні максимально 90 мың. Бір күнде 8 сағатта 90 мың теңге алған болатынымыз. Фермада жұмыс жақсы болды, өте керемет. Бұл жерде де сіздерге айтарым, фермаға келер кезде ондай ожиданиемен келмеңіздер, реальность қоймаңыздар. Басқа фермалардан, например, басқа компанияларда 1 миллион ақы табасыздар, жұмыс нандай, тамағыңыз жасап береді, онда ештеңе жоқ. Ешкімге сенбеңіздер, өздеріңізге сеніп, морально, физически дайындалып келіңіздер. Тіпті дос балалардан естігенім, кейбір фермаларда ей, мынаны істе, ананы істе деп жекіген жаңағы болгар, румындардың жақсы көретін ісі. Ол басында 1-2 апта жаңағыдай өтірік айтпасам, құл сияқты қарайтын бастықтар болады. Олар бұл жердің адамдар емес, бұл басқа елдің адамдар. Жаңағы бастықтарына басқаша көрінеді, и біздің қазекең, өзбек, қырғыз, басқа мемлекеттер келсе, оларға басқаша сөйлейтін адамдар да болады. Сол үшін морально, физически барлығына дайын болып келгендеріңіз жөн. Фермаға келген кезде күнне бір 40-50 мың теңге түсіп отырды. Аптасына бізге ең басында 300 фунттан түсіп отырды. Ол біздің ақшамен алғанда 150 мың, 200 мыңның арасында. Бірақ оның ішінде жаңағы караванға ұстайтыны бар, 60-70 фунт. Одан кейін тамағың бар. Бізде тамақ, кстати, өте арзан шығып отырды. 2 адамға дос баламызбен ары кетсе 20-30 фунт аптасына. Ол теңгемен алғанда 15-20 мың теңге. То есть айына жататын жеріңе 200 мың, ал тамағыңа бір ары кетсе 100 мың теңге 2 адамға кетіп отырды шығын. Одан бөлек айына есептегенде табысымыз 800-900 мың, кейде 1 миллионның қасында шығып отырды. Яғни жеке расходтан 700 мың, 800 мыңға біз табыс таптық. Ол жерде біз 2 ай жұмыс істедік, 2 айдан кейін ферманың жұмысы тоқталды. Мошенниктер именно осы Англия мемлекетіне алдын ала егер төлемақы сұрайтын болса, ол кезде болды, сразу стоп. Қаржыларыңызды жібермейсіздер, сайт тегін, мошенниктер, жаңағы мошенниктер болсын, мошенниктер болмасын, олар ақша сұраса, алдын ала сіздерден просто үстілеріңізден сол сіз толтыратын анкетаны толтырып, сіз істей алатын затты істеп, соның үстіне 200-300 мың теңге ақша көреді. Ол сіздің қалтаңызға ауыр тию мүмкін, сондықтан алдын ала предоплата сұраса, ешқандай ақша бермеңіздер. Барлығы тегін. Сіздерге кеңесім, барынша мұқият болыңыздар. Ең бірінші шаг содан өту керек. Жаңағы
жалған компаниялар бар. Олар жалған дегенде сіздің үстіңізден, мүмкін сізді Лондонға жіберетін шығар, бірақ сіздің үстіңізден 750 мың, 600 мың, 1 миллион, кеше Таразда естіп жатсыздар, қаншама 300 адам миллионнан қадалып қалған. Енді олар келгісі келмейді. Өзі сақтарын сындырып тастаған. Сондай компаниялар. Сол компаниялардан сақ болуыңыз керек. Тіпті оның өзінде келдім дегеннің өзінде сіз ойлаңыз, 750 мың жаңа компанияға бердіңіз, жолыңыз бар, обратны бар, виза бар, соның барлығын шаққанда 1,5 миллион, 2 миллион теңге кетіп қалады. 2 миллион теңгені сіз мына жаққа келген кезде 2 айда табатын боласыз. Ол 2 айдың ішінде сіз қандай фирмаға келесіз, қалай болады, ол жағы тағы да өзіңізді морально өлтіріп тастауымыз мүмкін. Сондықтан сол бірінші кеңесім компаниялардан сақ болыңыздар. Тегін 4 сайт бар. Сол 4 сайттың біреуіне тегін тастайсыздар. Одан кейін онлайн заявка келеді. Екінші кеңесім физически, морально барлығына дайын болып келіңіздер. Егер сізде дене бітіміңіз ондай жұмысқа шыдамаса, залға жазылыңыз, тренировка жасаңыз, жүгіріңіз, ауылға бір айға барып келсеңіздер де болады. Сондай өзіңізді морально, физически дайындап келіңіз. Үшінші кеңесім, келгеннен кейін бұл жақта сіздерді ешкім күтіп тұрмайды. Өздеріңізге ответственностьті полный, әке-шешелеріңізге ответственность болса, сол ответственностьті өздеріңізге келеді. Сол ответственностьті өздеріңізге аласыздар. Басында айтып өткен сөздерінің бірін тыңдасаңыздар, морально дайын болу керексіздер. Потому что жаңағы румындар бар, оларда ұлтшыл келеді, кейбірлері мәселе ұлтта емес, бірақ кейбір адамдардың өзінің ішіндегі андай внутренний, кейбір адамдарда сондай миларында қалыптасып кеткен, либо біреуді унижать ету, либо ұлтшыл келу деген сияқты, ол әрбір адамның ойында, миында болуы мүмкін. Сондықтан келген кезде например, 8 сағат жұмыс болса, дос балама 12 сағат жұмыс берген, түнге ауыстырып тастаған. То есть нормаларды повышать етіп, қиыншылықтарды алдына қойып берген кезде көп адам шыдай алмай қалады. Сол кезде на жақтан Лондоннан стройкаға кетіп жатады, ол жақта жақсы төлейді, осылай деп фермадан көбісі қашып жатады. Ол шыдамағандықтан төзе білу керек, соңынан шейін жете білу керек. Сол кезде нұр үстіне нұр болады. Нелегал болып жұмыс табуға болады әрине, бірақ сіздерге кеңесім, сіздерге мысал айтайын, өзбек ұлты. Қазір өзбек ұлтымен агричар жұмыс істемейді. Агропрактика ешқандай компания жұмыс істемейді. Не үшін? Кезінде 5 жыл бұрын, 4 жыл бұрын қай кезде болған білмеймін, өзбек бауырларымыз келіп, осылай нелегал болып, толықтай 80-90% қалып кете берген. Сондықтан нелегальны қалғандықтан ол халыққа спрос болмайды. Болды, чисто ол халықты жауып тастады. То есть бір құмалақ қарын, бір қарын майды шіртеді деген сөз бар. Сол кісілердің кесірінен қазір бүткіл өздерінің мемлекеті зардап шегіп жатыр. Сіздерге никогда ешқашан ондай совет бермеймін. Нелегал болып қалмаңыздар. Нелегал болып Америкада жүргендер бар, осында жүргендер бар, 10 жыл, тіпті өздерінің бала шағасын, семьясын көрмей жүргендер бар. Не үшін? Өздеріңізге сұрақ қойыңыздаршы. Сол ақша табумен, сол осы жерде мемлекетте жұмыс істеу сіздердің отбасыларыңызға тұратын это того стоит деген сұрақты өздеріңізге қойып алыңыздар. 10 жыл ата-анасын, қарындасын, бала шағасын осы жұмысқа ауыстырған, ол мен үшін дұрыс зат емес деп ойлаймын. 6 ай жұмыстарыңыз істеп, елге қайтадан келіп, одан кейін қайтадан келсеңіздер болады, немесе басқа елдерді көрсеңіздер болады. То есть шешім всегда бар. Барлық жерде проблеманы проблема қылып қарамаңыздар. Оның шешімін қараңыздар. Сол кезде өмірлеріңіз намного жақсырақ болады, намного орысша айтқанда жить будет легче. Біздің Қазақстанда істеуге болады, бірақ біздің ауыр айтсам өзіміздің қазақтарға тиеді. Ашып атқан жерлер бар, ашқан жердің өзінде де жалақысы күлетіндей нәрсе. Істейтін жұмысы 15 сағат, 16 сағат, тіпті жоқ дегенде 10 сағат жұмыс істейсіздер таңнан кешке шейін. И беретін табысы 90 мың, 150 мың, 200 мыңның арасында. Ондай жерлерге ешкім көп керексіз де келмейді. Жұмыс істегісі келмейді, жұмыс ауыр, жалақысы аз. Сондықтан
біздің қазекеңдерге айтатын ақылым, егер жоғары жақтан тыңдап отқан кісілер болса, осыны қолға алсаңыздар, жалақыны жағын бірінші момент көтерсеңіздер. Біздің қазақтар жалқау дейді, жалқау емес. Ақшасын уақытылы маңдай терінің қатпай тұрып жалақысын берсеңіздер, біздің қазекеңдерден басқа жұмыскер жоқ деп ойлаймын. Потому что осы Лондонның өзінде біздер көбісі күлет. Кезінде бір өзбектің сөзі өткен болатын. Маған бейдейді, кезінде өзбектерге күліп, өздерің өзбекке айналып кеттіңдер ма дейді. Жоқ, ондай емес. Ешқашан ондай сөзге, ондай алданбауымыз керек. Қазақтар қай жерде болса да өздерінің ақысын адал алып жүрсе, харамнан аш жемесе, тек осы ғана жеткілікті. Ферма осы Англия мемлекеті жаңағы 2,5 айымыз күйіп кетсе де 3,5 айға келдік. Сол 3,5 айға ешқандай өкінбеймін. Көптеген достар таптым, көптеген маған нәтижелер болды, мақсаттарымды орындадым. Тағы да көптеген заттарды білдім. 2 ай фермадан жұмыс істеп шыққаннан кейін бұл жерге біз съемкамен өзіміздің бұрынғы айналысқан жұмысымызбен кірісейік деп көштік. Сол жұмысымды дамыта алдым. Например, бізде қандай жұмыс болды? Біздерде телеграм каналдарда кейбір кезде жазып жатады. Сол моменттерде бірақ оның 80% алаяқтар. Тек 20% ғана жақсы жұмыс беретін жауапкершілікті адамдар, сізбен біз секілді. Сол бір Алланың қалауымен бір кісіге жазып, ол кісі бізге мынандай жұмыс берген болатын. Airbnb немесе Booking каналдарында квартираны түсіріп беру. Яғни барамыз, квартирамызды төлеп береді, жолымызды төлеп береді. Біз күнде сол жұмыспен айналысып жүрдік. Барғаннан кейін жататын жер тегін, жолымыз тегін, қалған съемкаға да тіпті ақша аламыз. Бұл жұмыспен біз 1 ай көлемінде айналыстық. 1 ай көлемінде 12 қала, 3 мемлекетті аралап өттік. Тіпті жалақымызда аз болған жоқ. Бұл 1 айға бізге дос баламыз екеуміз барған болатынбыз. Дос баламыз екеумізге жататын жеріміз жол ақымызға теңгемен 1 миллион теңге бөліп берді. Сол 1 миллион теңгені бөліп, ары қарай біз өзіміздің маршрутымызды қойып, әр қалада 3 күн, 4 күннен съемка түсіре бастадық. Bir қалаға барамыз, 3 күн сол жерде, бір қалаға барамыз, 2 күн сол жерде, 4 күн. Солай Англияның барша Шотландия, Англия, тіпті солтүстік Ирландияға да өтіп кеттік. Жалақымызда аз болған жоқ. Өтірік бұл жерде шынымды айтатын болсам 1 миллион теңгенің үстіне болды. Тіпті жаңағы фермамыздан жақсы таба алдық. Плюс бізге саяхаттау бар, барлығы тегін, и үстіне ақша таптық. И өзіміздің де блогымызды жүргізе алдық. Көптеген достар таптым, көптеген нәтижелерге, көптеген мына басымыздағы ондай ақша таба алмайсың, бұл өтірік деген мышлениелермен күресіп, өзімнің миымды бір жақсылап қозғап алдым десе де болады. Сіздерге көптеп совет берем. Ешкімді тыңдамаңыздар, өздеріңіздің бір істі бастағыларыңыз келсе, осылай бірінші қадамдарыңызды достоверный информациямен бастап кетіңіздер. Алаяқтарға түсіп қалсаңыздар, өздеріңіздің өмірлеріңізді на всю жизнь сломать етіп жіберулеріңіз мүмкін. Сондықтан көріңіздер, бастап көріңіздер. Болмаса тағы басқа елді көріңіздер. Тіпті болмай бара жатқан кезде басқа жолдарды қараңыздар, развиваться етіңіздер. Қазақтар өзіміздің жалғызымыз. Көбісі кейде маған Инстаграмда жауап беріп жатсам, мынандай сұрақтар қояды. Сіз неге тегін көмектесесіз деген сұрақтар келеді. Адамдар өзі қорқып қалған, тегін зат болса, ол жерде обман бар деген. Жоқ, ондай жоқ. Мен тек өзіміздің қазақтар көтерілсе, өзіміздің қазақтар шықса, нәтижеге шықса, одан асқан бақыт жоқ. Ең бірінші орында маған ақша маңызды емес. Ең бірінші орында маған нәтиже. Егер де мен сіздерге көмектесе алсам,
өзімнің блогтарында жақсы информация бере алсам, одан асқан бақыт жоқ. Мен өзім осы ауылдан өскен баламын, ешқандай тіреп тұрған аға көкем жоқ. Соған қарамастан қазіргі кезде Инстаграмда да жақсы влогтар жаздым, 10 елді аралап өттім осы 23 жасыма дейін. Арғарай Алла қаласа 197 мемлекет бар, соның 9-10 мемлекетін ғана өттім. Алда әлі мақсаттар, целдер өте жоғары. Егерде сол секілді адам істегенді, адам істей алады деген сөз бар. Егерде сол жолды өтіп, жаңағыдай саяхаттың, шетелдің жолын қуғыларыңыз келсе, менің Инстаграм сілтемемді мына жерге белгілеп кетем. Сол Инстаграмға жазыңыздар, қуана-қуана жауап беремін. Қандай сұрақ болсын, әрбір қазақ, әрбір қарындастарымыз өзіміздің қазақтарға көмегіміз тисе, одан артық бақыт жоқ десем де болады. Көрермендерге, сіздерге қарап отырсаңыздар, бірінші қадамдарыңыз, бұл сіздердің қарап отырған бірінші қадамдарыңыз құтты болсын. Шетелге деген талпыныстарыңыз құттықтаймын. Және де ешқашан берілмеңіздер, жалақыларыңыз аз болса да, көп болса да, ең бастысы отбасыларыңызды ұмытпаңыздар. Ата-аналарыңызға көбірек уақыт бөліп, өздеріңіздің сүйікті жұмыстарыңызбен айналысыңыздар. Сіздермен болған Аманғос Яссауи. Осы Қуан ағаның телеканалына лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ары қарай көбірек просмотр болса, сіздерге жақсы тағы да ақпараттар бөлісетін болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ассаламағалейкум. Аманғос Яссауи.